Амансыздар ма? Эфир бітті. Эфирден шықтым. Шығып бара жатқан кезде негізі маған осындай керемет сыйлық келген болатын. Бірінші көрсетіп алайын. Мінекей осындай ерекше арулардан келіпті. Жаңа жылмен бұл жыл сен үшін ерекше болсын, армандарыңа жету жолы әр қадамың жеңіл болсын деп жазыпты. Сіздерге үлкен рахмет. Көрсетейінші сіздерге ерекше сыйлық мынау. Прям көңілді көтеріп тастады. Маған сыйлық келмегелі біраз болған екен негізі. Бүгін сыйлық келіпті. Үлкен рахмет сіздерге. Мен сіздерге ризамын, қолдаушылар сіздер ерекшесіз мен үшін. Баршаңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Эфир жақтан. Онан екінші орын алатын бізде Абылайхан. Неге? Тоже өзін мақтауды жақсы көретін кісі. Жалпы бүгін сіздер жайлы жақсы бір дүние айтып жатырмын да. Өзім байқағандарымда бұл кісі енді жұмысқа өте бір адал адам. Солай таныдым сізді. Бізде енді көбісі сыртқы бір факторлерді білмейді ғой. Мысалы, Абылайхан шуға барып қайтасы, үнемі. Жұмыспен шуға барып қайтып, сол күн ара ма, демалыс күндері ма келеді да, бірде мысалы ұйықтамай болсын, немесе аз ұйықтап болсын, эфирге келеді. Сондай бір тынымсыз еңбек жасап жүрген бір ер азамат. Мысалы, қазіргі таңда ақша жағынан көп айта жатады ғой енді. Бірақ мойындау керек, өзінің жасағаны оған жетіп жүргендер де бар, жетпей жүргендер де бар. Оның бәрі еңбек, үлкен еңбекті талап етеді, іштегі бір үлкен мінезді талап етеді. Сондай бір команданың бар. Қолдарыңыз қалай? Біз бүгін жұмаға келе жатырмыз. Қасымда сенің серіктесім бар бүгін. Жақта мешіт. Қосылып қойып. Өткен аптаның жұмасында біз Медина қаласында болғанбыз. Медина қаласының пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешітінде оқыдық. Бұл жұманы бұйыртса өзіміздің Бекет ата мешітінде оқып жатырмыз. Алланың құлы соншалықты білмейсің, біреуге жұма келе ма, келмей ма. Ал біреулер бұл жұманы Мекке қаласында, біреу Медина қаласында, ал біреулер өзіміздің Бекет ата мешітінде оқып жатырмыз. Солай Алланың ұлықтығы солай. Ал біреулер вообще біреуге жұма келген жоқ. Айналшықтап тұр ғой, өзінің кезегін күтіп. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, бүгін әдемі болып тұрсыз. Сізге осындай стиль жарасады екен. Жәнерке, бүгін сіздер жайлы өзімнің көрген бір жақсы қасиеттеріңізді айтқым келеді. Сізден байқағаным, адамға тез ашылатын сияқтысыз. Жалпы тез сен қаласыз, ол жақсы жағынан да қабылдауға болады, жаман жағынан да қабылдауға болады негізінде. Мүмкін өзіңізге кесірін тигізетін шығар, бірақ адамдар үшін сіздің ашық бір көңіліңізді білдіреді. Бірақ енді ондай болмай қойыңыз негізі жігітке қатысты. Сосын тез кешіреді екенсіз, тез ұмытып қалады. Соны ақ көңіл бір сөзбен айтқанда. Және де әдемілігін айтып кетпеу. Көршілер бірінен кейін бірі шығып бір жаққа кетіп жатыр. Бүгін жұма. Ең біріншіден жұма қабыл болсын. Екіншіден 1 декабрьдің аяғына ұқсамайды погода. Дала жып-жылы таңғы 7-де. Как будто, знаете, поздний февраль предвещает что-то хорошее. Хорошую погоду, хорошие новости. Так что бақыттарыңызға сәттілік. Ал мен жолға шықтым. Қалыңыз қалай, Шолпан ханым? Күшті, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Бүгін бір сәл басқашалау киініп тұрсыз. Өзім образым осы, қайтадан өзім. Кеше бір күн милашка болып тұрдым, болды сол жеттер десеңші. Жет сол, правда. Шолпан ханым, сіз жаңа жылды қалай қарсы аласыз? Жаңа жылда үйге барып үлгермеймін, қалада боламын, Алматыда. Бәлкім бірі, екісі күндері барамын. Ал Алматыда не істейсіз? Жалпы сіз тойлайсыз ба жаңа жылды? Негізі үнемі отбасымен тойлайтынмын, осы жыл достарыммен қарсы алсам ба деген ниет бар. Айжан, мен бүгін сіздерді сәл бір қуантайын деп тұрмын. Наконец-то. Сіздердің жақсы жақтарыңызды өзім айтқым келіп тұр. Ойбай, мен жақсы жағым бар ма негізі? Білмеймін, бар ма? Бар ғой, негізі көп. Бар, негізі көп. Айжан, біле берсеңіздер, өте бір
шыншыл, сосын ақкөңіл қыз. Мысалы эфирде бір түрлі пікір айтатын болса да, негізі ол өмірде ашық жарқын, күліп ойнап жүретін сыйластық. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Айдана қалайсыз? Жақсы, молодец. Сіз бір моряк болып тұрсыз ғой. Ана стиль деген сайын көкететіндер болады. Өте әдемі болып тұрсыз. Жалпы мен бүгін сіздерді мақтайын деп тұрмын. Өзім көрген сіздердің бір жақсы қасиеттеріңізді айтайын. Бізде Айдана өте бір қарапайым дейінші, қатысушылардың ішінде сыйластығы мол бір сондай жан. Мысалы бүгін бір ситуация болып қалды. Айдана мен Ая магазинге бара жатып, біздің бір редакторды кездестіріп қалды екен. Қол ұстасып келе жатқан жерінен Аяның қолын жіберіп, ұялып сөйтіп өтіпті. Бірақ негізі бұл бір ұялатын дүние емес, бірақ сыйластық деп білдік енді. Сондай бір мелочтарынан байқауға болады, өте бір тәрбиелі қыз. Сондай. Рахмет көп.